алдың ғой, енді алғаныңды айтсай дейді да, енді дұрыс. Сол келіп алғанымызды айтып жатырмыз. Аллаға шүкір. Мен өз басым сендім. Енді әркім ең бірінші сенгенім осы кооперативтің төрағасы Намазхан дегеннен кейін сендім. Нұр Мүбаракта оқыған, намаз оқиды дегеннен кейін сендім. Одан кейін өзім көзім пайсыз екен жеткеннен кейін сендім. Сол үйімізде тұрып жатырмыз. 9 балам бар, альхамдулилля. Сол бір бөлмесін қыздарға арнап қойдық, бір бөлмесін ұлдарға арнап қойдық. Бұл біздің кенжегүл. Біздің кенжегүл. Бір бөлмесінде жұбайымыз екеуміз үлкен залымыз бар. Енді қиындықтар болмады емес болды. Енді ең бірінші қиындықтар ағайын туыстан келеді. Жаңағы айтады, Сәбит, сен бүйтіп қалдың, мен бірақ тыңдамаймын. Мінезім тік. Мен өзімнің семейный проблемаларымызды біз ешкімді араластырмаймыз. Жұбайымыз екеуміз ақылдасамыз, өзіміз шешеміз. Біреулер келіп айтады ғой, мен папам бүйтіп айтты істемеймін, мен жеңгем бүйтіп айтты. Бізде ондай нәрсе жоқ. Бізде семья ма?